Ассалаумағалейкум қазақ елі. Көптеген видеолар шығып кетті ана орысқа байланысты. Межнациональный рознь жасап жатыр ғой. Қазақтарды боқтап, желтоқсандықтарды боқтап, Мұхтар Шаханов атамызды боқтап, Алла сақтасын. Не деген жиіркенішті есімі деп. Сондай адамды міндетті түрде соттау керек. Құзырлы органдар айналысып жатқан шығар. Тағы да бір видео шығып жатыр, ол кісіні ұстады деп. Енді анығын алла біледі, біреуі Ресейде тұрады дейді, біреуі Германияда тұрады дейді. Енді кейбіреулері Алматыда тұрады дейді. Енді егер де ұстап жатса, Алматыда тұрады деген сөз ғой. Енді әбден кімге сеніп солай сөйлегені белгісіз, бірақ ішіндегі запыраны шығып кетті ғой. Ол солай болады өзі. Енді айтайын дегенім, мысалы, егер де қазір мен сондай сөздер айтатын болсам, басқа ұлтқа байланысты, мені сразу соттайды. Блогер болған үшін шығар, білмеймін. Көп адам танығаннан кейін ба. Межрелигиозный рознь деген бар. Өткенде мысалы Баян қарындасымыз дінге тиісті. Ислам дініне, жалпы адамның келбетіне емес, тек қана жалпы дінге тиісті. Бұл межрелигиозный рознь. Қазір мен мысалы христиан, буддизм, иудаизм, тағы да басқа діндерді қоя салшы, мұсылманның ішінде секталарға тиісетін болсам, қазір мені сразу құрықтап алып кетеді. 100% мен оны білем. Өйткені көп адамдар қадағалауда жүр ғой. Бірақ неге сондай адамдарды соттамайды? Неге сондай адамдарды минимум административный штраф төлеткізбейді? Бірақ бұл административный емес, межнациональная, межрелигиозная розньнің 174 бабы ғой деймін. Бұл кәдімгі уголовка. Бұл 6-7 жыл беретін кәдімгі статья. Сонда бізде заң біреуге жүреді, біреуге жүрмей ма сонда? Мен соған таң қаламын да. Мен соған ашынам кәдімгідей. Қарапайым халықты соттай береді. Ал осында беткүстар, ойбай, көкелері бай, немесе бір жерде бір ағашкасы отырған адамдарды ешкім тиіспейді. Неге? Әлде бұл заговор ма? Или бізде двойные стандарты ма? Мен соған наразымын да. Таң қаламын мен осындайға. Ал бағанағы орыс оңбаған, ол кісі не істеді? Ол кісі бүкіл қазаққа кір жапты. Біздің еліміз, егемен еліміз, бүкіл қазаққа желтоқсандықтардың аттарын беріп жатырмыз біз көшелерге. Оларды ақтап шықты, бүкіл заң бойынша оларды ақтап шықты. Олар біздің батырымыз болды. Ләззат қайда қалды? Рысқұлбеков қайда қалды? Тізе берсең көп олар. Солардың бәрін ақымақ, топас, бандит, наркоман, алқаш қылды ана кісі. Осындайға кәдімгі кешеден бері сол видеоны көріп, қойшы, жазбай қойшы, араласпай қойшы дедім де, бірақ шыдай алмадым, бар ғой. Мынандай нәрсе білмеймін енді. Біздің елде болып жатқанына таң қаламын. Менің сұранарым, құзырлы органдар сол адамды ұстағанын, ұстамаса сол адамның іздестіріліп жатқаны туралы хабарлама беру керек халыққа. Әйтпесе халық көтеріліп кетеді, білесіздер ме? Халық уже шаршады ондайлардан. Бізде қаншама орыстар Ресей мемлекетінен келді мына біздің елімізге, қазақ елімізге. Ешкім оларға ләммим деп жатқан жоқ. Керісінше солар бізде кәдімгідей маңғаз басып, жайылып жүр ғой біздің елімізде. Ешкім оларға ештеңе деп жатқан жоқ. Бірақ мына орыс біздің бүкіл қазағымызға, желтоқсандықтарға, біздің жазушыларға, алаштықтарға сөз тіл тигізіп жатыр. Неужели соны ұстап, соған бір мера пресечения жасауға болмайды? Наглядно, прилюдно ұстадық, міне алып келдік, соттаймыз бұны, бүйтеміз, сөйтеміз деп. Халықты кішкене басу айту керек қой. Халық көтеріліп жатса, бағана мен сияқты адамдарға сіздер шығасыздар ғой. Ойбай, бүйтіңіздер, видео шығарыңыздар, тоқтатыңыздар, ана адамдарға ақыл айтыңыздаршы, көшеге шығып кетпесін деп өтініш жасайсыздар ғой. Егер де қазір халық көтеріліп кетсе, біз тоқтата алмаймыз, ағайын. Биліктегілерге айтып отыр, тоқтата алмайсыздар. Халық уже әбден ашынған. Осындай сөздерден, осындай провокациялардан, безответственность, безнаказанность деген нәрселерден әбден шаршады халық. Басқа да кикілжің нәрселер жетеді бізде.
менің сұранарым билік өкілдеріне, Тоқаев мырзаға, депутаттарға осыған бір қолғабыс жасап, шетелде болса Интерполмен іздестіріп, соны осы жаққа елге алып келіп, немесе сол жақта бір нәрсе жасау, әйтеуір бір нәрсе жасау керек та, бір реакция болу керек, какая-то реакция. И просто отмалчиваться нельзя. Просто отмалчиваться болмайды. Шығу керек, айту керек. Құзырлы органдарына біреу шығып, мінберге шығып айту керек. Айналайын қазағым, бәрі нормально, уайымдамаңыздар. Бұл кісіні құрықтаймыз, ұстаймыз, немесе ұстадық, бүйтеміз, сөйтеміз, құртамыз, жоямыз деген сияқты бір нәрсе. Кішкене халықтың біраз басу істеңіз. Қаншама мына қазір дайректен таңертеңнен бері ашып отырмын. Жайдан жай бұл видеоны жазып жатқан жоқпын. Мессенджерлердің бүкіл жерінен жазып жатыр. Ана кісіні ұстау керек, халық болып көтерілгісі келіп отыр кәдімгі халық. Шын айтамын, мен қорқамын осындайдан. Маған тыныштық керек. Маған бас амандығым керек, еліміздің тыныштығы керек. Ал осындай құйтырқы нәрселерді шығарып, әлеуметтік желіде қазір мен бір нәрсе жасайыншы, менің әлеуметтік желімді құрып тастайды, жауып тастайды, қолдарынан келеді ғой. Неге оның әлеуметтік желін жаба алмайсыздар? Неге бағана Баян сияқтылар дінге тиіскен кезде неге оның әлеуметтік желін жаппайсыздар? Неге? Неге деген сұрақтар өте көп. Бірақ жауап жоқ. Соны заблокировать етіп тастаса болады, қолдарыңыздан келеді ғой. Январский событияның кезінде мысалы тек қана Каспий істеді, бүкіл интернеттің бәрін бұғаттап тастауға қолдарыңыздан келді ғой. Неге бір адамның просто бір әлеуметтік желіге шығарылған халықтың наразылығын тудыратын видеоны неге алып тастай алмайсыздар? Алып тастауға құзырларыңыз жетеді ғой. Или это вам на руку, мен соны түсінбеймін. Халықты шаршатуға болмайды, халықпен ойнауға болмайды. Халық ойыншық емес.